Сәлеметсіздер ме? Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі, зерттеу сұрағы неге мөде шаню жер мемлекеттің негізі деді. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету, картада тайпалық одақтардың орналасуын көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылу алғышарттарын білу. Бүгінгі сабақтың мақсаты ғұндардың тарихына және ғұн мемлекетінің қалыптасуына сипаттама беру. Пәндік лексика және терминология тайпалық одақ, мемлекет, қоғам, жауынгер, егіншілер мен малшылар, патша, әскери демократия, археология, антропология, шаню. Ғұндар Енисейдің жағалауларында және Алтай тауларында мекендеген, көрші тайпаларды бағындырған, Қытайды алым-салық төлеуге мәжбүр еткен. Олар жыл сайын көшпелерге жібек маталар, мақта, күріш, әшекей заттар жіберіп тұрған. Ғұндар мемлекеті әскери жүйе бойынша құрылып, сол, орталық, оң қанатқа бөлінген. Мемлекеттің шанюден кейінгі басты тұлғалары түмен басы деп аталатын бекзадалар болды. Бұлар шанюдың ұлдары, інілері немесе жақын туысқандары еді. Олар 24 руды басқарған. Олардың әрқайсында 10 мыңнан астам атты әскер болған. Түмен басы 1000 басын, 100 басын және 10 басын тағайындай алды. Ғұн тайпаларының бір мемлекетке бірігіп, саяси күшейген кезі құдіретті мөденің билік жүргізген мезгілі. Оның жасаған әскери реформалар ғұндарды қуатты мемлекетке айналдырды. Олар өздерінің оңтүстіктегі дунхуларды талқандап, басып алды. Біздің заманымызға дейін бұрын, бірінші мыңжылдықта қазіргі Моңғолияның оңтүстігінен Каспий өңіріне дейінгі Орталық Азияның кең байтақ кеңістігінен әртүрлі тайпалар мекендеген. Қытай деректерінде ғұн атау біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырдың аяғында пайда болған. Ғұн сөзі ғұн, рун атауларымен берілген. Қытайлар ғұндардың басшысын шаню деп атаған. Қытай деректерінде ғұн мемлекетінің тарихы былай пайымдалған. Мөде өз әкесімен болған күресте билікті қолына алды. Өзара қырқысу туралы естіген шығыс көршілері жағдайды пайдаланып, соғыс жариялауға бел байлады. Бір күні көрші ел дунхудың елшілері мөдеге келіп, одан өзінің ең жақсы атын беруді талап етті. Бұған ақсақалдар қорланып, дунхуды жазалау үшін соғыс бастауды өтінді. Алайда мөде көрші отырған адамдардан бір ғана атты аяудың қажеті не деп, өзінің сүйікті атын беруді бұйырады. Содан кейін дунхулар біраз жерді беру талабын қойды. Мөде ашуланып, жер дегеніміз мемлекеттің негізі, оны қалай береміз деді. Әскерін жиып, дунхуға шабуыл жасады. Оны талқандап, олардың аумағын өзіне қосып алды. Мөде басқарған хунну, ғұн державасы осылай пайда болды. Белгілі шығыстанушы ғалым Гумилев бұл оқиға біздің заманымызға дейін бұрын 209 жылы болған дейді. Білім алушылар, ғұндар мемлекеті жайлы мәлімет тыңдадыңыздар. Ендеше келесі кезекте тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма картамен жұмыс. Ғұндар бағындырған тайпаларды кескін картадан белгілеңіз. Екінші тапсырма берілген сөздердің мағынасын сәйкестендіріңіз. Үшінші тапсырма ғұндар мемлекетінің құрылымы туралы тірек сызбаны толтырыңыз. Төртінші тапсырма мөденің саясатына баға беріңіз. Бесінші тапсырма ғұндардың жорықтарынан кейін болған өзгерістерге баға беріңіз.
Ал ендеше тапсырманы аяқтағаннан кейін мен сіздерден кері байланысты күтемін. Сабақта қандай қиындықтар туғызды? Сабақ сіздерге несімен қызықты болды?